Сәлем достар, ұстаз әлемдегі ең мәртебелі мамандық. Өйткені ұстаз ғана балаларға жастайынан ең жақсы адами қасиеттерді бойларына енгізіп, өз шәкірттерінің жүрегінде білімге деген сарқылмас ынта-ықыласты оятады. Ұстаз оқушы зердесіне асыл құндылықтарды дарытып, білімнің басты бағдары, ұрпақтың бағбаны бола алады. Алайда барлық мұғалімдер сондай деп ойлау үлкен қателік. Себебі мамандығы ұстаз болса да, ұстаз деген сөзге еш лайық емес адамдар да болады. Сіздермен бірге Пазл арнасы. Бүгін біз мектеп қабырғалары көрген ең сұмдық ұстаздар жайлы айтатын боламыз. Видеомыз басталмастан лайк басу дәстүрімізді ұмытпайық. Әрине, арнамызға әлі күнге дейін тіркелмеген болсаңыз, уақытты өткізбей дәл қазір қызыл тіркелу мәзіріне баса кетіңіз. Әр лайк пен тіркелу видеолардың қызықты болып, жиі шығуына әсерін тигізеді. Сондықтан жаңа видеоларымызды өткізіп алмас үшін қатарымызға қосыла кетіңіздер. Мәскеуде ән сабағының ұстазы өз оқушысын өлтіру үшін қаншерді жалдаған. Сену қиын, бірақ жасы 40-қа жақындаған мұғалім 14 жасар оқушымен қарым-қатынаста болған. Әрине, олар сабақтан соң ән сабағын жалғастырмағаны жасырын емес. Сөйтіп уақыт өте әлгі жігіт өз қатарлас қыздармен сөйлесіп жүре бастағанында ұстаздың жүрегі қатты жараланды. Соншалық ол 100 000 рубльге киллерді жалдады. Қуанышқа орай ол жасырын полицей қызметкері болып шықты. Ал көзіне шөп салған оқушының өлтіру әдісін барлық ынтасымен беріліп жоспарлап жатқан мұғалімнің іс-әрекеті жасырын камераға түсіп қалды. Бұл әйелдің киллерге берілген өлтіру шарттары жүйкесі қатайып кеткен полиция қызметкерлерін де таңғалдырды. Шымкент қаласындағы 26 жасар математика ұстазы 6-шы сынып оқушысын буындыра жаздаған жағдайын оқушылар камераға түсіріп алған. Бұл оқиғадан соң мұғалім өз еркімен жұмыстан шығып кетті. Ал бұл жағдайға байланысты қылмыстық іс қозғалды. Енді бұл агрессивті ұстазға өз мамандығы бойынша жұмыс істеуге тыйым салынған. Яғни балаларға оған мүлде жолауға болмайды. Әрине, кейде оқушылар шеттен тым шығып жататыны рас. Алайда бұзақы балаға болсын осылай жауап қайтару дұрыс зат емес екенін түсінсе де болады ғой. 61 жасар Марк Бёрнт Лос-Анджелестегі бастауыш сыныптарға 30 жыл бойы сабақ беріп келетін. Алайда бір қарағанда жақсы болып көрінетін ұстаз көптеген жылдар бойы балаларды байлап көздерін жауып, олардың беттеріне тарақандарды отырғызатын. Ол бұл істі қандай мақсатпен жасағаны белгісіз. Психологтар ол осындай жолмен ләззат алу мүмкін деуде. Бёрнтты ұстау барысында оның телефонында бетінде тарақандары жүгіріп жүргені 300 оқушының бейнелері табылыпты. Тереза Джилмет. Бұл бастауыш сыныптардың ұстазы 2 жылға сотталды. Ол мектептегі мерекелі дастархан кезінде балалар мен ұстаздардың тамақтарына психоактивті шөптесін заттарды араластырып жіберген. Мерекеден соң бастауыш сынып оқушылары галлюцинациялар көріп жылай бастаған. Ал Тереза бұған жай қарап тұрыпты. Даниэла Корнер бастауыш сыныптарға ән сабағы бойынша оқыту сабақтарын жүргізетін. Бүгінгі топтамамыздағы басқа ұстаздарға қарағанда ол балаларға еш зиян заттар жасамаған. Ол жай мектептегі музыкалдық аспаптарды сатып жіберіп, өзіне есірткі заттарды сатып алып жүрген. Десек те, бұл да ұстазға тән дүние емес. Флоридадағы Дженнифер Форш есімді ұстаз өз оқушысына дәретхананы қолымен жудыртқан. Оның айтуынша дәл сол оқушы үшін лас дәретхананы қолмен жуу пайдалы. Ол сондай тәрбиелік шараларды өтуі тиіс. Ал қазіргі таңда Дженнифердің өзі тәрбиелікке салынып, түрме дәретханаларын тазалап жүргені мәлім болды. Ал Дрю Дехарт есімді ұстаздың тәрбиелік жұмыстары өзгеше болып келеді. Ол 15 жасар оқушыларды жинап алып, өзіне ұнамаған қара нәсілді 7-ші сынып баласын ұрғызып қойды. Сіз барлығын дұрыс естідіңіз. Ол мықты деген балаларды жинап, әлгі баланы жабылып ұруды бұйырған. Ал сынып алдындағы бейне бақылау камераларына түскен видеолар сотта дәлел болды. Себебі барлық қылмыстық жағдай дәл сол объективке түсіп қалыпты. Бастауыш сыныбының ұстазы Элизабет Дэвис Үндістандағы балаларға қорлық көрсетіп танылған. Ол карри деген тағамның иісін балалардың үстінде сезе қалған жағдайларда оқушылардың беттеріне хош иісті дезодоранттарды төге сеуіпті. Менде бірақ сұрақ қана: асханадан келген балалардың үстінен тамақтың иісі шықпаса, басқа қандай иіс шығу керек?
Андреа Кардоса есімді әйел сыныбындағы қыздарды зорлаумен жылдар бойы айналысқан. Бұл сұмдық жағдайға бір дәлел табылмаған соң, онымен қарым-қатынаста болған оқушы қызы сөйлесу диалогын диктофонға жазып алған. Дәл сол жазбада Андреа барлық класс істері жайында айтып берген. Енді бұл ұстаз түрмеден жақын арада шыға қоймайды. Мінекей достар, бүгінгі видеомыз осындай болды. Лайк басып, пікір алаңға өз мектебіңіздегі қызықты немесе керісінше жаман жағдайлар жайлы бөлісе отырыңыздар. Сонымен қатар Puzzle Life арнасындағы мектеп сұрақтарына жауап беріп, челлендж түсірген видеомызды да қарап кетіңіздер. Әрине, барлық арналарымызға тіркеліп, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Бүгінге осы. Puzzle'ға жазыл.